оқушылар отырамыз. Кім кезекші бүгін? Бүгін сыныпқа мен кезекшім. Мектепте оқушылар түгел. Үйге 226 жеткіземіз. Жақсы отырамыз. Біз үй жұмысын бір-бірімізбен алмастырып, тексеріп деген. Жағынан бір-бірімізді тексереміз. Жауабы 30 градус, 40 градус болады. Жауабын қараймыз. Bir vuruşu 30, bir vuruşu 40 gradus болады. Orta. Екі ұтты. Алихан тұрша. Екі ұтты бірдеңге. Жансая. Қашылу. Жасына кедер дұрыс. Сонда үй жұмысын түсіндірді. Синустар теоремасы. Алған сабақта синустар теоремасы формуласы жатады ма? Бізде қарама-қарсы бұрышқа қарама-қарсы қабырғасының несі болып тұр? Қатынасы болып тұр. Бізде үш бұрышта қанша бұрыш бар? Қанша бұрыш бар? Үш бұрыш бар, үш қабырға бар. Сонда қарама-қарсы қабырғалардың қарама-қарсы бұрыштарына қатынасы екен. Бізде мақсат бүгінгі синустар теоремасын білу және есеп барысында барынша қолдануымыз керек. Бірінші тапсырма осы мен бөлгенде осы топпен есеп шығарамыз. Ақ бетке жарай ма? Дәлелдемесін шығарамыз. Бізде екі бұрыш бір қабырға берілген. Сіздер осы қабырғасын табасыздар, сіздер асы қабырғасын табасыздар. Ол үшін үш бұрышты да тауып алған тиімді. Егер дұрыс жауап болса, бір смайликпен бағалаймыз. Бәрі. Сіздерде қандай қабырға табылды? Асы қабырғасы. Бізде берілгенде асы. Қарама-қарсы бұрышы қанша екен? Қарама-қарсы бұрышы 60. Бұны бірінші синустан шығарып аламыз. Синустан 0,1866 шығады. Ал ағыл қабырғасы бізге берілген 5 түбірасында 6-ға. Синус 45 градус 2 түбірасында 2-ден шығады. Осы арқылы асы формуласына қоямыз. Асы формуласын табу формуласын. 5 түбірасында 6 көбілген 0,1866. Оны бөлеміз 2 түбірасында 2-ге.
Бізде сонда жауабы 8,6 турасында 2 шықты. Бізде турасында 2-де жоқ тапшырып отыр, бірақ осылай қалдырамыз, иә? Тамаша. Асы қабырғасы бар, енді бұсы қабырғасы бар, иә? Бізде бұсы қабырғасы. Алы бөлінген синусы. Тең бұсы бөлінген синус 75 градус. 2 түбірасында 2 бөлінген бұсы. Тең 5 түбірасында 6 көбейтілген 0,966. Бұсы қабырғасын табу үшін 5 түбірасында 6 көбейтілген 0,966 бөлінген 2 түбірасында 2. Тең 4,8 түбірасында 6 бөлінген 2 түбірасында 2. Тең болып 4,8 түбірасында 3 көбейтілген түбірасында 4-тен 8. Жауабы 9,6 бөлінген 3. Сонда бұсы қабырғасы қанша болды? 9,6 турасында 3 болды. Бізде қысқа бұрышын қалай тауып аламыз біз? Бұны 7 сыныпта өтіп кетті, иә? 3 бұрыштың ішкі қосындысы қандай болады бұрыштардың? 180. Сонда мына екеуін қосындықта деседі? 180-нен иә? Сонда қанша шықты бізден? 45, иә? Сіздерде болмайды, иә? Өте жақсы. Бір-бірсін айтып қарап берейін. Жауаптарым өте тамаша болды. Енді сізде екінші тапсырма. Бізде не берілген? Қандай үшбұрыш бар? Тікбұрыш. Оны құрап тұрған екі катеті нешеге тең екен білемін? 90. Нешеге тең? 4-5. Үшінші қабырғасын қандай теоремамен табуға болады? Синустар синус жоқ. Пифагор теоремасы. Бізде сонда В-ны табу керек гипотеза. Одан қалған не істейміз? Синустар теоремасына саламыз. Бұл есеп екі топқа да бірдей. Бастаймыз. Ақпарат алыңдар. Бізде плюс қойып қояды. Үй трансформасын бәрінде тамаша болды. Аламыз. Ағы 4-ке дейін, асы 3-ке дейін. Табу керек бұсы қабырғасын, сосын қалған 3 бұрышын табамыз. Sinüslerin fasılını eski tutuyordur. Şimdi olur şartlarını düşünüyorum. Елушті қалай таптым? Соны көрсетіп қойды. Бізде білесіңдер, геометрияда көбінесе дәлелдеуді қажет етеді. Егер ол аксиома болмаса, иә? Бағанада айтып кеттік. Үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы 180-ге жүр.
10 volt. Bundan kaç volt? 70. Так, ең бірінші бізде және осы есепте екі топқа бөлу болды. Бірінші Пифагордың шығады, одан ары не болды? Синустар теоремасы болған. Пифагор теоремасында қанша шықты сізде? Алған тапқан кезде осы. 4,6. Жоқ, осы. Айн 3'e 5 қалай шығарды сізде? Пифагор теоремасын қолданғанда. Екі катеттердің квадратына қандай? Сізде толық көрсетіп керек, Пифагор. Жақсы. Ары қарай бізде түсіндіру. Келем. Қарсы қарап отырамыз. Тікбұрышты үшбұрышты бізде 37 градус, 90 градус, 53 градус болды. Синус елмен тапқан кезде 3-тен 1-ді азайттық, бөліміне 5 сыздық. 3-тен 1-ді азайтқанда 2, 5 бөлімі өзгермеді. 2-ні 5-ке бөліп 0 жағынан шықты. 3 көбейтілген 1 болып. 3 шығады, 37 градус. Жақсы. Ары қарай бұрышты табуды. Қарсы бізде 37 градус екен табу. Үшінші бұрышты қалай тапсырасыз? 37 градус екенін таптық. Бізде бір бұрышты тікбұрышты үшбұрыш болғаннан кейін оның бір бұрышы 90 градусқа тең болды. Сосын 90 градусқа 37 градусқа қосып 180-нің аламыз. Сонда бізде 53 градус шықты. Тамаша, дайын отырамын. Сонда 53 градус. 3 қабырға 3 бұрышты да таптық па? Біріншісі 90-ның өзінің белгілі болды, тік бұрыш. Екіншісі қандай болды? 53 градус. Бізде осы қабырғасы ғана белгісіз болған. Ол қанша болды? 5 болды. Жақсы қалды. Енді бізде кері байланыс бутерброды. Айған. Айта ғой, өз ойым. Бұл топта өте жақсы, есепті өте жақсы түсіндіріп шығарды. Көзге түскен оқушылар болды. Бәрі көзге түсті деп ойлаймын. Топта жұмыстар жақсы жұмыс жасады. Жақсы отырды. Сіздерден жансайын Бізде конструктор өте жақсы жұмыс жасады. Ұйымшылдықпен, алдағы уақытта да осындай ұйымшылдықпен жұмыс жасайды деген ойдамыз. Жақсы болды. Енді біз бір сергі бар, иә? Тұрамыз. Сергі сәті болсын. Өздік жұмыс ретінде дәптерлерінде шығарып көрейік. Осы жерде.
Doktor жұмыста барлығымыз жақсы көбейістік, жұмыстар қойайық. Olsa aşağımızdayız. İşte öbür tebesi diye. Biz. Tamam. Şiş havası. Güzel. Güzel. Boz bakın oldu. Bozmadı. Bugün есепті толық түсіріп бізге синустар теоремасы көбінесе пропорцияға тәлмесіне қоямыз да пропорция бір мүшесін табамыз. Неге осы сабақты қорытындылай бұл мағашы есімде эмоциялық толық жүргізілетін жоғарыдан ат жөнін жазып қоямыз. Келесі сабақта да осыны қолдануға болады. Қай деңгейде болды бүгін қандай көңілге болды? Onu koşuyor bu. Kez gibi boyalı bu. Boya kullanıldığımız için kim oldu bu? Bilmem o. Hadi. Beşinci numara boyadı. Şuna. İyi diyecekleri. Ye. Öz oyunlarına. Бүгінгі сабақта мен өте жақсы түсіндім. Осындай жоғары деңгейде. Сондықтан ең жоғарысын көрдім. Мен 16, 17, 18. Біз өзіміздің ұйымшылдығымыздың арқасында өте жоғары деңгейге жетеміз. Toplum olursa bir bölümde gözüküyor. Bir başka bir başka yapacağız. Суретімізде міндетті суретті боядық. Себебі біз доктор жұмыста өте жақсы жұмыс атқардық. Сол себепті осы суретті боямыз. Бұл суретінде орнатылған жекті боядым. Суретті өйткені топта өте жұмысшыл жұмыс жасадық бірге. Suretке қарасақ, байқасақ бір-бірін көтеріп тұр, сонда бір-бірін тұрыстан алып шығады екен, топтан Үшеуміз ішінен боядым, өйткені
топта үшеуміз бірдей жұмыс жасадық, тең дәрежеде болдық, сабақты жақсы түсіндік. Өте жақсы. Мен 19 санды, мен сабақты өте жақсы түсіндім деп ойлаймын. Берілген формулаларды жақсы меңгердім. Мен сабақты мен 17, 16, 18 белгіледім. Өйткені біз үш тосықты белгіледім. Үшеумізде топтық жұмыста жақсы нәтиже көрсетіп келдік. Жақсы. Алдағы уақытта да топта жақсы көрсеткіш көрсетеміз, иә балалар? Сонда бүгінгі мақсатқа қол жеткіздік қой біз? Біз синустың теоремасын білеміз бе енді? Есеп барысында түрлендіріп оны пайдалана аламыз, иә? Бүгінгі мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Енді үй жұмысын жаза қойдық. 28-ші есепті үйге аламыз келесі есеп. Бүгінгі есеп қол болсын. Жұмыс сағаты аяқталды.